Мәди? Ау, апа. Мәди? Қайсыздар? Мынау, сенің оқуының соңғы төлемі. Апарып менің шотыма салып қой. Жақсы, апа. Салып берем. Салып келейін барып. Алло? Сәлеметсіз бе? Күләш Сейіт қызы ма? Иә, сәлематсыз. Банк қауіпсіздік бөліміне хабарласып тұрмын. Сіздің атыңызға несие рәсімделіп жатыр. Қалай несие? Мен бүгін ешқайда шыққан жоқпын ғой. Сол үшін хабарласып тұрмыз. Егер 7 минут ішінде әрекет етпесек, қаражатыңыздан шешіліп кетеді. Балаларыма айтайын ба? Жоқ, ешкімге айтпаңыз. Бұл құпия процедура. Біз сізді қорғаймыз. Баламның оқуына жинап жүрген ақша еді? Сонда сіз сол ақшаны қорғағыңыз келмей ма? Мен де өз анамды осылай қорғар едім. Жарайды, енді маған не істеу керек? Аударайын. Ол ақша ертең қайтып келеді ғой. Әрине, тек ешкімге айтпаңыз. Мәди білмесін. Уайымдамасың. Апатай, қалыңыз қалай? Жақсы ма бәрі? Сізге күш жаңалығым бар. Енді 1-2 күнде магистрдің оқуының ақшасын төлем басталады. Мен оқуымды бітем, мен арманымды білесіз ғой. Бала кезде информатиканы жақсы оқыдым. Ендігі арманым Қазақстандағы ең мықты СММші болсам деген арманым бар. Қазақстан емес, бүкіл әлемдегі апа. Апа, сізде бәрі дұрыс па? Иә. 1-2 күннен соң төлейміз. Табамыз ақшаны. Нені табасыз? Ақшаны. Нені төлейсіз, апа? Мен ақшаны шоққа салып қойдым ғой. Жаяшен қоңырау шалған ғой. Кім қоңырау шалды, апа? Түсіндіріп айтыңызшы, маған асықпай. Банк қызметкері. Банктен? Иә. Сізден SMS код сұрады ма? Сұрады. Айттым. Апа, айтпау керек еді олар, алаяқтар. Оны сен қайдан білесің? Оны естуім бар. Беріңізші телефоныңызды. Ақшам бәрін шешіп алған маған. Апа, уайымдамаңыз. Апа, сіз уайымдамаңыз. Апа, су ішіңіз маңыз. Терең демалыңыз, уайымдамаңыз. Сабыр етіңіз, апа. Қойыңыз. Жақсы, терең демалыңыз болды, уайымдамаңыз. Маған телефоныңыз бере тұрыңыз. Қазір әкеп беремін сізге. Брат, мұнда группалар көп, мен таппай жатырмын қайсында екен. Білесің ғой, тура сол біздің баяғы схема бойынша ғой. Сол система. Пенсионкасы бар жаңағы, лицевой счет, СМС береді. Білесің ғой, барлығын өзім істеген. Рұсаман осы жігіт срочно тауып беріп болып тұр. Түсіндің ғой айтқанымды, тура біздің схема бойынша барлығы. Давай, хабарласам. Апа, не істеп отырсыз? Ұйықтамайсыз ба? Сен де солардың қатарындасың ба? Түсінбедім, апа, сіз не айтып отырсыз? Мен ертең жұмысыма дайындалып отырмын өзім сабағыма. Система, карточка, банк, не ол? Апа, білесіз ғой. Бұрында бізге ақша керек болды. Аған оқуым төлеу керек болды. Сол кезде айналыстым. Бірақ бұның бәрін қазір қойдым, айналыспайым бұл мен. Біз тек осы ақшаны, өзіміздің ақшаны табу үшін ғана істеп отырмын. Сен де мен сияқты үлкен кісілерді алдадың ба? Жоқ, апа, жоқ. Мен тек қана алдамаймын ғой мен. Қазір бәрін қойдым деп айтып отырмын ғой. Онда айналыспаймын қазір мен. Жауап бер, алдадың ба? Алдадым, апа. Алдадым.
Апа, бірақ сіз дұрыс түсіңізші. Есінде болсын балам. Күнә қайдан алып келеді. Алло. Ассалаумалейкум, брат, қалай жағдай? Ничего, нормально. Мен таптым аларды, короче. Қалай тапқанда сол өздерің типичный базовый схемалар ғой. Короче, маған енді соның данныйын тауып берсем, маған жарай ма? Не ғой сол жаңағы бір номермен 4 рет шыққан ғой бір жерге. Сонысын мен ұсталып отыр ғой. Енді сен маған соның данныйларын тауып бер, жаңағы номерін, мекен-жайын бәрін жарай ма? Хорошо, давай, күтем. Ну все, хана саған, сучонок. Мадияр ма есімің? Иә. Сараптама шыққан. Енді мен саған медициналық терминмен түсіндіретін болсам, сен түсінбейсің болар. Сондықтан жалпақ тілмен айтайын. Өкінішке орай ананың жағдайы ауыр. Оған жеткізген білмеймін, кім екенін. Өздерің білесіңдер. Стресс алған. Ол неден пайда болады? Яғни көп түндер ұйықтамаған, уайым, одан кортизол бөлінген, стресстің арқасынан инсульт. Ал инсульттің кесірінен басқа аурулар асқынып, сондай жағдайларға түскен. Сондықтан да мен қысқаша айтқанда екі нұсқа ұсына аламын сізге. Біріншісі, анаңыз тез арада аяққа тұрып кетті десеңіз, күрделі ота жасау керек. Екіншісі, оңалту орталығына жіберіп, ұзақ уақыттар емдейміз. Ұзақ емдеулер арқасында анаңызды аман алып қалуға болады. Бірақ бұл жерде қорқатын нәрсеміз анаңыз мүгедек болып шығу деген күмән да бар. Дәрігер мырза, сізге қанша сумма керек маған айтыңыз. Мен сізге тауып беремін. Түсінемін, Мадияр. Кез келген бала өз анасы үшін ақша табуға дайын. Бірақ көбісі қателеседі. Бізге шындық керек. Егер расында ол ақшаны тез арада табатын болсаңдар, айтыңдар. Уақыт созатын болсаңыздар, не только оңалтуға, жатқызуға, анаңыздан айырылып қалу мүмкінбіз. Жағдай солай. Сондықтан да расында жағдай былай, ақша жоқ десеңіздер, қазірден бастап біз оңалту орталығына жатқызайық. Сол тиімді болады. Дәрігер мырза, мен сізге қанша сумма керек тауып беремін. Сіз ота жасауға кірісе беріңіз. Жарайды. Сенімді болсаң, қазірден бастап кірсіңдер. Болды, уақыт аз. Сосын інім, есінде болсын. Ешқашанда анаңды мұндай жағдайға түсірме. Уайымдатпаңдар. Жарай ма? Алло, Арман. Мен сен кім екенін білем. Сен немен айналыс жүрегіңді де білем. Сен кеше Күләш Сейітқызының счетынан өзіңе ақша аударып алдың. Мен бизнес істеп жүрмін. Ақшамды қайтарып болсаған соңғы мүмкіндік. Болды бәрі, кеш. Апатайым мен кешірші. Кешірші мен, апа. Мен ол адамнан бәрібір кек алам. Мен ақшамды қайтарам, апа. Сізге звондаған адам саусақтарын сындырам, апа. Мен бәрібір сол ақшаны қайтарам. Сізбен сөйлескен адамның тілін кесем, апа. Жек көрем ол адамды. Балам, сен мені дұрыс түсінбепсің. Кек алма. Ол да қылмыс. Оның да жазасы бар. Мен сенің ол жолға қайтып бармағаныңды қалаймын.
жек көрме. Жек көрген адам іштей шірейді. Апа. 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 Апатай. Апа ояншы, апа. Апа ояншы. Да. Ассалаумағалейкум. Мен өз еркіммен арыз жазуға келдім. Менде дәлел бәрі бар. Жақсы. Ұлытау облысы Сатпаев қаласының учаскелік инспектор, кіші лейтенант Еркебек Мейрамбек. Арман, сіз бе? Иә, мен. Арман, сіз Қазақстан Республикасының 190-шы бабына сәйкес күдікті ретінде танылдыңыз. Бізбен бірге бөлімшеге жүруіңізді сұраймыз. Неге жайма? Мади, сіз танисыз ба? Арман. Мыңдаған адамды алдаған мошенник. Сен кесіріңнен мен әжем қаза тапты. Мен саған хабарластым, өтіндім, жалындым. Мүмкіндік бердім. Мен сені тауып алам дедім ба, таптым. Бауырым, сен көпсің жігіттер не болып отыр бұл жерде? Дәлелдерің бар ма? Маған дәлел керек емес. Маған кек керек. Арман! Алло! Алло! Абая 91-22. Тез етіңіздер. Да, Мадияр. Бұндай адамға не үшін бардың? Біз бұл алаяқты заң аясында өзіміз жазалайтын едік қой. Мен Арман сияқты алаяқпын. Мен де өз анам сияқты талай үлкен кісілердің көз жасына қалдым. Алайда мен өз жазамды алмадым. Мына біз сияқтылар өз жазасын алуға тиіс. Понятно.